Енесі мен абысынын дуалаған келін. Автор әсерлі әңгімелер. Жоқ, тұрмаймын. Абысын өзі кешірдім демегенше тұрмаймын. Бұрынғыша құрбылардай сырласып, көрген сайын бір-бірімізбен жарыса сөйлеп әңгімелессек. Жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім. Бір сәтте иығыма біреу қос қолын тигізгенде, бүкіл денем шымырлап, бойым әлде бір жылулықты сезгендей болды. Абысыным екенін бірден ақ сездім. Бар күш-жігерімді жинап, еңсемді көтердім. Абысынның да көздерінен жас ағып, бар ықыласымен мені құшағына басты. Екі бетінен шөлпілдетіп кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала-шағалардың бәрі қосарласып, үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. Кешірші, келін, кешірдім, келін, кешірдім. Келеріңді білдім, осы күнді ұзақ күттім. Ақыр соңы өз-өзіңді жеңіп, осылар алдыма келеріңді білдім. Мен сені әлдақашан кешіргенмін. Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшің сені бұл менмендіктен арылтуын күттім. Алла тағаланың өзі пендесінің қателігін кешіре бергенде, мен қалай кешірмеймін? Кештім. Сіздің даусыңызды маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шай үстінде әңгімелескеніңізді, қалай сағынғанымды білесіз ғой. Мен де сағындым. Қатты сағындым. Апам, енеміз байғұс қабірінде жатып бір ауып тұрған болар. Неге апамның көзімнің тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай арманда кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінем, рас айтамын. Абысыным өте мейірімді жан, өзінде барын өзгелердің аямайтын жанашыр кісі. Әттең осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп, сүрленген етін қазы қартасын асып, дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп қамырды салып, ол қыздарымызбен бірге шүйіркелесіп отырып, мәз-мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме, дүкен құрып, қаншама шайнек шай ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекеттерімді баяндап. Мүмкін мен секілді іші тар, көре алмаушылық көзін байлап тастаған адамдар оқып тәубесіне келер. Алғаш келін болып түскенімде енем мен күйеуімнен бұрын абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп, оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп, қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтар өте дәмді. Қамыры қағаздай теп-тексіз, істеген ісіне бір мін таппайсың. Ол қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына назар аударып та үлгереді. Енем байғұс үнемі қызым деп отыратын. Қайын болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жақта үйге келген 4 қонақты күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігінің жарытып істемей жүрсем де, басқасына үлгере алмадым. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды. Киім үтіктеуге уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ асты бір жерге барар болса, жарық болмай шалбарын үтіктей алмай, талай рет қыртыс-қыртыс мыж-мыж шалбар жейде мен барар жеріне барып келді. Абысынымды қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғанамыз. Абысын тату болса аз көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да біз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңда араласатын адамдар да болады. Олай деме, ақшаға сатып алынбайтын дүниелер де бар. Туғаныңда ешкім саған жаны ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтынын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса енем, қызым ақшаң бар ма? Қызым не керек? Пәленшеге айтайын, машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа бара болсам, ештеңемен шаруасы жоқ. Ақшаң бар ма деп сұрамайды да, сұрамауға да негіз бар. Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсілдер қолданатынмын. Екі еркекте ақшаны аналарына әкеліп тапсыратындықтан, енем күйеуімнің маған ақша беретінін біліп, сол себептен де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса, қайынағамның миын жеп ақша алу үшін өтірік бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап, айла қолданбайды екен. Міне сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын.
Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге маған бермейді, мені неге сұрамайды, мені жек көреді деп енемді жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуімнен алдым не, бәрібір сол ақша емес пе? Әттең сол кезде осыны ұғына алсам ғой. Ұлының жыртығын жамап, асын әзірлеп, киімін үтіктей алмайтын, үйге келген кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнайды дейсіз? Өзімнің қазір ұлым келін алар кезге жетіп отыр. Егерді ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызды жар етіп үйіме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп шынаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме бір жылдай болса да құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным 3-ші перзентіне жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Бетін тыржайтып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлады деген рас екен-ау. Сол кезде абысының тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып дем алмақшы деп ойладым. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам жүрегім езіледі. Жүктілігі 6-шы айға жеткенде есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде екі бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім. Өтірік қойылым көріп тұрғандай, ешқандай аяныш сезім болған жоқ. Жедел жәрдем келіп алып кетіп, құрсағындағы сәбиден айырылып қалған естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ ол аяушылық сезімі менің бойымдағы қызғаныш өтін сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем асты үстіне түсіп бар жағдайын жасады. Үйде жағдай болмай, дене қызуымен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақыт болса да күтініп қайтуға жіберді. Жалғасы бар.